650. Соны түсіріп беріңіз кішкене. Свежий фрукт алмайсыз ба? Жақсы, ас болсын. Жақсы болсын. Бірінші продажа өтті ғой. Суықта жаурамайсыз ба? Ауырған. Ауырасыз ба? Міне аласаңыз. Жоқ, мына осы. Осы қанша тұрады? 500. Сол, анау сдачасы керек емес, ала беріңіз соны, жарай ма? Аха, сауданыз болсын. Аха, жақсы. Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Тимур, қош келдіңіздер менің каналыма. Бұл каналдың басты мақсаты осы бастап жатқан бизнесмендерге кішігірім аз ақшамен бизнес бастауды үйретуге арналған канал болып саналады. Ал бүгін біз неге келдік? Бүгінгі бірінші выпускымызда біз жеміс жидектер, яғни фруктыларды алып, осы оптым алып, азырақ үстіне ақша қойып сатуды өзімізге мақсат қылып қойдық. Қалай болады екен, қазір көрейікші. Міне қазір біз шағын базардың ішіне кіріп келдік. Бұл жерде Астанада основном осы жерден оптым алып жатады, жұрттарын соның қалаға апарып сатады. Саламатсыздар ма? Розница бар ма сізде? Алуға бола ма? Алма. Мына алмалар қанша? 450. Жай ғой. 450 ма? Мынадан беріңізші маған 1 килограмм. Қай жақтікі алма негізі? Келем қазір. Бетке алма, е? Банан бар ма сосын сіздерде? Мына 650 ма? Соны түсіріп беріңіз кішкене. Жарайды, 600-ден беріңіз соны. 1 килограмм. Жоқ, мына тәттісін. Болады. Осы қанша болды? Все, болды. Қанша болды? Так, міне алдық. Қазір бізде мандарин мен алма. Енді қазіргі алатынымыз бізге жүзім мен банан қалып, сонымен қайта беруге болады. $500. Бересіз ба 1 килограмм? О, клубника бар екен, е? Клубника қанша? Охо. Жоқ, бұл китайский. 520 теңге. 520. Мен вообще қанша болды? 2. Мінекей достар, бәрін алып алдық. 1 килограмм банан, алма, мандарин және жүзімнен 1 килограммнан алып алдық. Общий бағасы былай санағанда 2200 теңгеге тұрды осының бәрі. Қазір тағы бір 2 заттар алып қайтамыз сонымен. Ал мінекей достар, үйге де жетіп келдік. Үйге келерден алдын, оны видеоға түсіре алмадық. Біз мынандай бір контейнерлер сатып алдық. Сосын мынандай вилкалар. Осы заттардың бәрін қазір турап, осы контейнерге салып, әдемілеп жауып, үстін сосын апарып сататын боламыз осыны. Ал ендігі жұмысымыз қазір біз мынаның бәрін турап тастауымыз керек. Турап әдемілеп осы контейнерлердің ішіне саламыз. Бұл контейнердің бағасын айтып өтіп кетейік сразу. Мына контейнерді 20 штук контейнерді 500 теңгеге алдық. 25 теңгеден сосын мынандай вилкаларды алдық, одноразовый.
400 теңгеге 100 штук вилка. Буны аздап сатпайды екен. Сол үшін 100 штук алуға. Мінекей достар, мынаның бәрін қазір кесіп, туралап, әдемілеп бәрін мынандай контейнерлерге салып қойдық. Бұған кеткен ақшасын есептейтін болсақ, қазір мынаның бәріне грубо айтқан кезде 3000 теңге ақша кетті. Ал мынандай әдемі упаковкаға салғаннан кейін бұны біз 500 теңгеден сатамыз деп отырмыз. Достар, не деп ойлайсыздар? 500 теңгеден сіздер мынандай затты алатын едіңіздер. Өтеді ме екен, өтпейді ме екен? Қазір көреміз бұның бәрін. Ал достар, міне келіп жеттік сататын жерімізге. Міне осы торговый домның қасына келдік. Ішіне барып сатып көрейік. Не болады екен? Ассалаумалейкум. Андай фрукт сатып келейік, алмайсыздар ма? 500 теңгеден свежий фрукты. Болмады. Свежий фрукт алмайсыз ба? Болмайды екен. Саламайсыз ба? Фрукт алмайсыз ба, свежий? Сіз де алмайсыз ба? Фрукты. Әдемі. 500 теңге всего лишь. Алмайсыз ба? Банан, алма. Настроениеға жақсы. Витамин. Ойын күлгі витамин дегенсіз. Алмайсыздар ма? Жарайды. Саламайсыздар ма? Свежий фрукт алмайсыз ба? Кесілген, дайын, свежий фрукты. Арзан. Алыңыз, настроениеға жақсы. Витамин. 500 теңге всего лишь. Попробуйте. Можете карты. Без проблем. Просто вы первый клиент. Купите, пожалуйста, вам понравится. Свежий вот, только что сделали. Да, конечно, можно. Сізде алыңыз. Жақсы, міне ас болсын, күніңіз жақсы өтсін. О, бірінші продажа өтті ғой, аман есен. Мына қыздарды көрейікші. Саламайсыздар ма? Свежий фрукт алмайсыздар ма? Кесілген, дайын, нарезанный, пожалуйста. Не хотите, не желаете? Для настроения витамин. Көрмейсіздер ма? Керек емес екен. Кеттік жоғарыға ше. Саламайсыздар ма? Фрукт алмайсыздар ма? Свежий. Нарезанный. Алыңыз, настроениеға жақсы. Витамин. Керек емес па? Нет, арзан 500 теңге всего лишь. Уступим, если хотите чуть-чуть. Алыңыз. Сауатыңыз болсын. Фрукты свежие такие. Для настроения. Витаминчик не хотите? Алыңыз. Всего лишь 500 тенге. Нет, спасибо, у меня без витаминов. Ладно. Удачной торговли. Не желаете? Фрукты свежие, нарезанные. Посмотрите, пожалуйста. Просто посмотрите. Сколько стоит такая? 500 тенге всего лишь. Пилочку дадим. Для настроения. Я вам уступлю хорошо. За 400 возьмите. Не хотите? Ал, бір жерде естіп едім мен. Бір продажа сату үшін 100 отказ алу керек тұрмын. Сол сияқты әңгіме ғой. Қазір біз где-то бір 15 адамға кірдік. Сол ішінен біреу ғана сатылды. Жаман емес жалпы. 100 отказдан даже 100 адамға кірген де жоқпыз ғой. Ассалаумалейкум, брат. Фрукты керек емес па? Свежий. 5 теңге. Свежие фрукты.
настроениеға, витаминчик. Не хотите? Ладно, жұмыстарыңызға сәттілік. Бәрінен жақсы жағы, бәрі вежливо айтып жатыр да. Бәрі вежливо жоқ деп айтып жатыр. Соған да қуанып отырмын. Алмаса да енді әйтеуір айдап салып жатқан жоқ, соған рахмет. Қазірге сатуымыз онша жақсы емес, бірақ жақсы болады деген үміттеміз. Қазір бутиктарға кіріп жатырмыз. Адамдар менің ойымша мына камерадан шошып жатқан сияқты. Қазір камерасыз былай бір-екі сатып көруге тырысамыз. Кеттік. Ал мінекей бағанағы жерден кеттік та, қазір басқа торговый домға келдік. Осы жерде сатып көрейік, мүмкін осы жерде болып қалар. Кеттік. Кесілген дайын. Арзандатып берем. 500-ден сатып атым, 400-ге берем. Ішінде банан бар, мандарин. 400-ден көріңіз, дайын. Мінекейіңіз. Жақсы, рахмет, ас болсын, саудаңыз болсын. Рахмет. Мінез таңдап алыңыз, ұнаған. Ұнаған таңдап алыңыз. Біліп қалыңыз. Ескі ақша екен, жаңасы жоқ па? Жоқ па? Бұны аламай да кейін мен? Алады. Банкте алады, иә? Только ондай как шыққан жоқ, алмайды. Алатын шығар. Енді де сдача жоқ екен. Сдача жоқ. Аха. Қазір мына кісі алды, өте жақсы. Қазір майдасы жоқ екен, қазір майдалап келіп, ақшасын төлеп. Күшті. Сауда жүріп бастады. Бұл иә, үшіншісі. Қазір біреуін ар жақта саттық, екеуін осы жерде. Бұл торговый домда жақсы екен. Адамдар кішкене саудасы жүре ме білмеймін, әйтеуір алып жатыр ғой. 56-35. Зато кесіп бермейді ғой сіздерге ешкім етіп салып. Алыңыз сізге де. Келесі па? Жарайды, саудаларыңыз болсын. Жібердіңіз ғой, иә? Жақсы, саудаларыңыз болсын. Дұрыс айтасыз, сөйтіп алуға болады, бірақ ешкім кесіп бермейді ғой сіздерге. Жарайды, жіберіп болсын шыққан. Иә, рахмет сізге. Рахмет, 708 305. Это тоже такой. Иә, сөйтіп айтты ғой. Иә. Это трубка сөйтіп уақыт өтіп кетті ғой негізі. Неге? Наоборот, қыстың кезі. Уақытын айтасыз ба? Жарайды. Жақсы, саудаңыз болсын. Ал мінекей достар, бүгінгі видеомызда өзінің аяғына жетіп жатыр. Бүгінгі істеген жұмысымызды айтатын болсақ, жалпы 11 жаңағы нені сатып бітірдік. Бағанағы мына екінші келген қазіргі мына торговый домымызда өте жақсы кетті. Бәрі алды бастады. Мына камераға түспей қалған жерлері көп болды. Камераға алғаннан кейін адамдар көбісі оны жақтыртпайды екен. Содан кейін көп жерлерін камераға алмастан былай барып сатуды бастадық. Ал итог жасайтын болсақ, достар, бүгінгі түскі 12-ден бастап жұмысты бастадық. Сол базарға бардық, бәрін кесіп, дайындап, сатып бітіргенімізше, міне қазір күндізгі уақыты 3 сағаттың ішінде сол 11 ячейканы, 11 упаковканы сатып бітірдік. Ал біздің өзіміз сатып алған бағаға келетін болсақ, ол бүгіндікке 3000 теңгеге айналды. Өйткені одан арзандау болады негізі, себебі біз оны әрбіріне 1 килограммнан алдық. Егер оптым алсаңыз, әрине одан арзан болады. 4 затты 1-1 килограммнан алдық. Сол банан, жүзім, алма және мандарин. Сосын ячейка мен вилкаларды алдық. Соның бәрі 3000 теңгеге айналды. Ал біздің сататын бағамыз 500 теңгеден саттық. 500-ден, көбінесе 400-ден де саттық. Одан бұның бәрін сатқанымыздың бағасы 5000 теңгеден кішкене асып түсті. Ал бізге қалатын пайда тек таза пайдасы 2000 теңгедей қалды. Мен ойлағам, әрине одан да көп қалады деп. Бірақ жаман емес, соның өзінде 1-3 сағаттың ішінде 2000 теңге істеп таптық. Ал достар, бүгінгі видеоды түсіруден мақсатымыз ол әрине көпшіліктің ойында қалыптасып қалған сол бизнес жаңа бір табыс табамын деген адамның мысалы үшін көп ақшамен бастау керек деген
адамдардың ойыны кішкене жою мақсатпен түсірдік. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, мысалы 3 сағаттың ішінде 2000 теңге ақша таптық. Әрине бұдан біз жақсырақ әрекет жасайтын болсақ, одан да жақсырақ табуға болады. Жалпы достар, айтып өтіңіздер, осы видеоның астына комментарийлерге жазып кетіңіздер. Осындай табыстар, осындай бизнес идеялар сіздерге оңай ма? Шынымен істеп табуға бола ма екен? Тағы да басқа қандай идеялар болса айтыңыздар. Соны біз ары қарай жалғастырып, тағы да түсіруге әрекет жасаймыз. Осы видео сізге ұнап жатса, әрине лайк басыңыздар, подписаться деген кнопканы басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, әрине. Астында пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Оның бәрін біз оқып, содан ары қарай тағы да жұмысты қалай жалғастыру керектігін ойластырамыз, әрине. Саламатсыз, апа. Қалайсыз? Не сатып аласыз? Варенье, варенье, смородина, 500, слива 500. Ага. Мынау 600. Не бұл? Абрикос. Абрикос. Лучше. Аха. Саудаңыз жоқ па бүгінге? Болмай отыр, мен птичий. Әлі ашпадыңыз ба? 200-ге берем сізге. 250, 200-ге берем. Бұл вообще жгучка, да? Жарайды. Алайық. Суықта жаурамайсыз ба? Мен стрессін соң қалауым, ауырам. Ауырасыз ба? Міне мына аласаңыз. Да? Бәріне? Бәріне жоқ, мынаны алсам. Мынау қанша? Мынау? 500. 500. Аш жағы тағы бір қосқыш. Әкет. Жоқ, керек емес. Осы біреу жетеді маған. Да? Аха. Лечебный алшы, мен 400-ге берем. Жоқ, мына осы. Осы қанша тұрады? 500. Сол, анау сдачасы керек емес, алып алыңыз соны, жарай ма? Аха, саудаңыз болсын. Аха, рас. Мынаны ападан алып келдік. 500 теңге екен мынау. Жаңа тапқан 2000 теңге пайдамды сол кісіге бере салдым. Осын кішкене апаға көмек болсын дедім енді. Бізге ғой енді онша қиын болған жоқ, таптық. Апаның саудасы жоқ екен, саудасына кішкене көмек болсын деп алдық. Ал рахмет көрермендер бәрілеріңе. Қолдарыңнан келсе көмек беріп жүріңдер жұрттарға, осындай апаларға кішкене көмектесіп суықта отырған кезде сәл болсын жәрдем болады. Рахмет.